Қайырлы күн, құрметті достар. Бірнеше ғасырда жалғасқан бостандық, тәуелсіздік үшін күрескен қазақ халқының арманы орындалды. 1991 жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздік күні болып тарихқа енді. Тарихымыздың бетіне алтын әріппен жазылды. Биыл 29 жыл толғалы отыр тәуелсіздігімізге. Қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің мәні де маңызы да өте зор. Біз үшін жаңа кезең басталды. Дүниежүзі қауымдастыққа кең құқылы болып мүше болдық. Ата заңымызды қабылдадық, рәміздерімізді қабылдадық, тіліміз бен дінімізді жаңғырттық, салт дәстүрлерімізді жалғастырдық. Және тек Қазақстан Республикасының ашық аспан астында 130-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Біз кітапхана осы 29 жылдығына, тәуелсіздіктің 29 жылдығына орай өлең сайысын ұйымдастырып отырмыз. Қатысушыларға сөз берейік. Сүлейменова Айша, 9-шы сынып оқушысы. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік халқымыздың мақтандысы, тәуелсіздік еліміздің жаттандысы, тәуелсіздік ұлтымыздың азаттығы, тәуелсіздік жеріміздің ғажаптығы. Тәуелсіздікке 28 жыл толды ғой, бұл деген бостандықтың жолы ғой. Әрбір адам еркіндігін біледі ғой, оны қорғап қастерлеп өтеді ғой. Қиындықпен келген бізге тәуелсіздік, қорғайық еркіндігін біз мәңгілік. Тәуелсіз өмір сүре білейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Альмагамбетова Алтын, 8-ші А сынып оқушысы. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік менің байрақ отаным, бір өзіңдей Мұхтар Абай Шоқаным. Тәуелсіздік сәбиімнің шаттығы, тәуелсіздік ақ батасы атамның. Тәуелсіздік, тәуелсіздік жыраным, көк байрақ пен елтаңба ән ұраным. Мен өзіңнен тәуелсіздік айналдым, қолда елдің қасиетті құраным. Тәуелсіздік таң атты, артқа тастап азапты, төнген бұлтта тарады, жеңе алмады қазақты, желбіреп көкте жалауы. Еркіндік елдің арманы, қыран құс биік самғады, азапқа салған қазақты, үзілген үміт жалғады. Тәуелсіздік таң атты, қуан қазақ баласы, әнмен күйге бөленсін қазақтың байтақ даласы. Биік қағып қанатын, өтті кетті қара түн, алтын күн туды қазаққа, азаттық әнін салатын. Арман жоқ бізде, азатпыз, өйткені қайсар қазақпыз. Еркіндік алған елім деп жырларын жазды азат қыз. Болмаса егер батырдың епті білегі, болмаса егер қазақтың қайсар жүрегі, кім білет бәлкім арман боп мәңгі қалар ме ед, еркіндік атты аңсаған елдің тілегі. Қатысушылар елдің тәуелсіздігі үшін күрескенін, бабалардың армандаған егемендігіне қол жеткізгенімізді өз өлең шумақтарымен жеткізе білді деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын.